Айдана Меденованың ұзақ дайындалып көрерменге ұсынған бейнеклипі әншінің үмітін ақтауда. Осыдан бірнеше күн бұрын жарық көрген Hey Hater әніне таспаланған Айдананың туындысы қазір YouTube-та трендте. Қадамды баста, ешқашанда саспа, бәрін тыңдап қосқа-тақ, жаман ойды қоспа-тақ, 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 тақ-тақ-тақ, жақсыдан жарқын ошағы. Алайда Айдана аталмыш жұмыс жарыққа шықпай тұрып, хейтерлер бірден негативті пікірлер білдірді дейді. Біздің тизеріміз шыққанда да, әлі тизер шыққан жоқ, уже хит болмайды деп жазды ғой маған. Әлі әннің әуені де шыққан жоқ. Просто тизер Айдана Меденова жуырда деп жазып тұрды ғой енді. Дегенмен бейнеклип қазір 660 мыңнан астам қаралым жинап үлгерді. Қазір хейтерлер жаза берсе де көріп жатыр, көрілімдер болып жатыр. Осындай аз уақытта менде ол бірінші рет осындай бейнебаян сонша көп қаралым жинағаны. Мен үшін ол бір нәтиже. Қаралымдармен қатар Меденованың бұл туындысына түрлі сын пікірлер де жазылуда. Бұның ішінде кішкене критиканы былай қарап дұрыс қабылдаймыз. Жақсы сын жазылғанды әрине мен өзім жақсы қабылдаймын. Келесі клипте ондай бір қателіктер болса бәрін басқа түрінде көрсетуге тырысам, әрине. Айтпақшы, барлығын байқап қалатын көрермен сіздің бұл туындыңызды американдық рэпер will.i.am-ның мына бейнебаянмен ұқсастырып жатыр. Бұған не дейсіз? Негізі біз бұл идеяны жарты жылдай ойластырдық. Бұл бейнебаянда сіз айтып тұрған, біз уже түсіріп болғаннан кейін көрдік. Бізде таңғалдық, қалай бұл сондай бір кішкене ұқсастық бар енді. Бірақ Мона Лизаны тек қана солар пайдаланған жоқ. Бұл бүкіл әлемде пайдаланатын картина. Бұндай клиптер, бейнебаяндар өте көп. Ал егер Меденованың Hey Hater туындысын көріп, өз пікірлеріңізді қалдырып үлгермесеңіздер, дәл қазір YouTube-тегі Gaku TV каналынан тамашалай аласыздар.